Ыбырай Алтынсарин, киіз үй мен ағаш үй. 1878 жылда мен судьялық орнымда отырғанымда екі етпеш адам бір-бірімен ұрысып арызға келді. Біреуі мешер, біреуі қазақ, екеуі де іскер. Қазақтарға жер үй, ағаш үй істеп, көп мал тауып жүруші еді. Ұрыстарының себебі мешер айтыпты: қыстың күні тоңармыз, өзімізге бір жер үй салып алалық. Қазақ айтыпты: жоқ, киіз қос істеп алалық. Қысымызға да жазымызға да бұл қолайлы. Біреу жұмысқа шақырса, қосымызды қыс болсын, жаз болсын артып жүре берерміз. Мешер айтыпты: ой, киіз үйің құрысын, не күндіз не түнде бір жылынбай бүрісіп отырғаным. Қазақ айтыпты: сенің ағаш үйің құрысын, көштің артуыңа көнбейтін. Сонымен біреуі киіз үйді, біреуі ағаш үйді мақтап таласып отырып, бірінің бірін сөгіп, ақырында қайсымыздың сөзіміз дұрыстығын судьяға сынатамыз деп маған келісіпті. Екеуі де өзіме белгілі ақ көңіл, бейнетқор адамдар еді. Істің себебін білген соң сұрадым: айына екеуің қанша мал табасың? Олар айтты: 40-50 теңге табамыз. Қос пен жер үйдің бағасы не болды? Олар айтты: екеумізде кішкентай ғана қос, кішкентай жер үй болса болады. Жұмысын өзіміз істерміз. 30 теңгемен істеп болар еді, десті. Бұрын қайда тұрып жүруші едіңіздер? Ел жайлауға кеткенде біреудің киіз үйін жалдап, жазына 100-150 теңге беруші едік. Қыс болсын кез келген үйде жатып тұрушы едік. Не болмаса бір үйді меншіктеп жатсақ, оларға ақы беруші едік. Содан соң айттым: екеуіңіздің де сөздеріңіз дұрыс. Киіз үй көшіп қонып жүруге қолайлы. Жаз ел жайлауға кеткенде сіздер қыстауда қалып, бір қыстаудан бір қыстауға көшіп, сонда алып жүруге киіз қос қолайлы. Және жаз қоста қону түгіл, ауасы да ағаш үйгенің жақсырақ болады. Соның үшін сен, қазақ, бір шағын қос тігіп ал. Қыз қазақ үй салдырмайды. Ол уақытта сіздер әртүрлі уақ жұмыс істейсіздер. Көбісінше үйде отырып, күні бойы далада жүрген жұмыс адамына түнде бір мезгіл жылы жерде керек. Дұрыстап дем алып және жұмысқа ренжімей даяр болуға. Соның үшін сен, мешер, бір жер үй істеп ал. Сонымен жаз қосты алып жүріп сонда тұрарсыз. Қыс жер үйде тұрарсыз және жыл сайын біреудің үйін жалдап жүрген ақшаларыңызға неше жылды қос пен үй істеп алсаңыз, ақырында бұл пайдалы болар дедім. Екеуі де төре маған тиді деп шығып бара жатқанда және шақырдым: екеуің жер үйді бірігіп істейсіңдер ме, жоқ басқа істейсіңдер ме деп сұрадым. Қазақ айтты: үйін мешер өзі істей берсін, мен қос тауып аламын. Сонда және төре айтты: сен, мешер, жаз болса мынау қазақтың салған қосында бірге тұрарсың. Соның үшін қостың жарты пұлын сен төле. Сен, қазақ, қыс болса мынау мешердің жылы землекесінде бірге тұрарсың. Соның үшін земленкені сен де бірге істе. Екеуі де менікі дұрысқа шықты деп қолды құрысып шығып кетісті.